Сәлем достар, менің есімім Қымбат. Мен мектепте математика пәні мұғалімі болып жұмыс жасаймын және 3 баланың анасымын. Бірақ қазіргі таңда мектептегі жұмысыммен қатар ағылшын тілін үйретіп жүрмін. Жалпы мен ағылшын тіліне қалай келдім? Өздеріңіз білетіндей, ағылшын тілі ол халықаралық тіл, әлем мойындатқан тіл. Егер сіз ағылшын тілін білсеңіз және үйреніп қана қоймай, үйренген біліміңізді күнделікті өмірде пайдаланып, адамдармен сөйлесетін болсаңыз, сіз ұлтына, жынысына, нәсіліне, салт дәстүріне, қандай мемлекеттің адам екендігіне қарамастан кез келген адаммен сөйлесіп, өз ойыңызды еркін жеткізе аласыз және әлемнің кез келген бөлігін шарлай аласыз. Себебі қазіргі таңда ағылшын тілін үйрену ол халықаралық деңгейде жүріп жатқан процесс. Сонымен қатар қазіргі таңда кез келген маман иесі өзінің ана тілін білумен қатар қосымша тіл білу өте маңызды және ол сіздің біліктігіңізді бір саты жоғары көрсетеді. Мен енді ағылшын тіліне қалай келдім? Мен жалпы Қытайда дүниеге келгенмін. Сосын 2007 жылы Қытай Халық Республикасының Алтай аймағынан Қазақстанға көшіп келдік. Ол кезде мен 9 сынып оқушысы болатынмын. Мектепте жалпы жаратылыстық пәндер жақсы оқыдым, математика, физика. Сосын мен ойладым, бірінші мен осы математика бағыты бойынша оқуға түсіп алайын, ары қарай қалайда ағылшын тілін болмаса орыс тілін жоғары деңгейде меңгеремін деген ой келді. Себебі сол кезде біздің Қытай жақта қалып қойған туыстарымыз, сол жақтағы достарымыздың барлығы Қытай тілін жетік біледі, ал мына жаққа келгенде араласқан достарымыз, сыныптастарымыз, курстастарымыз болсын, барлығы орыс тілін жетік біледі. Сонымен не мен Қытай тілін толық білмеймін, не орыс тілін толық білмедім. Біраз орташа деңгейде үйрендім, бірақ менің қызығушылығым ағылшын тіліне түсті. Сонымен осы ағылшын тілін үйреніп бастайын деп, ең басында жеке курстарға бардым, таныстарымнан үйрендім. Сол кезде 2011 жылдары Алматы қаласында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде студент болып жүрдім. Сол кезде 16,5 мың стипендия алам, соның жартысын, 8 мың теңгесін айлық курстарға беріп, ағылшын тілін үйренуді бірден қолға алдым. Бос уақытымның барлығында ағылшын тілін үйренуге арнадым. Солай мен ағылшын тілін 2011-ден бастап үйренсем, 2020 жылдарға дейін үйреніп жүрдім. Менің ағылшын тілін үйрену процесім ұзаққа созылып кетті. Негізі ағылшын тілінде білімім бар, қаншама мен конспекттер жаздым, қаншама курстарға бардым, неше рет қайталап грамматикалық сабақтарды оқыдым. Бірақ менің ағылшын деңгейім тек қана кітап жүзінде болды. Яғни жиналған білімнің барлығы кітапхана болып, менің тек миымда ғана тұрды, ал сөйлеуге келгенде қиналатынмын. Сосын 2022 жылдары Жан Таңатар ханымның мини-стори курсына қатыстым. Осы курс маған қатты ағылшын тілін деңгейімнің жоғарылауына, алған білімімді өмірде қолдануыма көп себін тигізді. Себебі ол жерде біз курс барысында видео блог түсіру арқылы үнемі кері байланыс беріп отыратынбыз. Яғни тапсырма жіберетінбіз. Оған жаңағы мұғаліміміз кері байланыс беріп отырды. Осы процесс маған қатты әсер етті және үйренген білімімді ақырындап қолдана бастадым, ойлана бастадым ағылшын тілінде. Сонда бір байқағаным, сіз кез келген ағылшын тілін үйрену болсын, кез келген бір жаңа саланы, машина айдау болсын, аспаздық болсын, жаңағы шаш қию болсын, қандай бір жұмыс болсын, үнемі тек қана үйрену процесімен айналыссаңыз, сіз өспейді екенсіз және сіздің қаншама кеткен уақытыңыз, ақшаңыздың барлығы тек босқа кетеді екен. Ал егер алған біліміңізді үйренумен қатар өзіңізде басқа адамға үйретсеңіз, сол үйренген затыңызды шынайы өмірде, күнделікті өмірде ақырындап қолданып бастасаңыз, сіздің нәтижеңіз жақсы болады. Кеткен уақытыңызда, жұмсаған ақшаңызда өзіңізге қайтып келеді, сізге қайырлы білім болады. Сіздің өмір сүру
жағдайыңызда сізге көмегін тигізеді. Жаңағы қаржылай болсын, адамдармен араласу жағынан болсын, сіздің деңгейіңіз өсетініне көзім жетті. Сол себепті де мен ағылшын тілін қазір үйретіп жүрмін. Және қаншама жылдан бері алған білімім өзіме пайдасын тигізіп, студенттермен бөлісіп, басқаларға өзімнің ағылшын тілін үйрену тәжірибеммен бөлісемін. Және өзімнің аудиториям пайда болды. Қазіргі таңда Instagram, TikTok желісінде пайдалы ағылшын тілінде қысқа видеоларды салып жүрмін. Ал осы биылдан бастап YouTube-ты қолға алып жатырмын. Жалпы маған YouTube-тың ұнаған жері, бұл жерде сіз толығымен өз ойыңызды, қандай да бір саланы нақты қуатын болсаңыз, сол сала бойынша нақты бір эксперт болып, нақты бір маман болып қалыптасуға болатынына көзім жетті. Мен осыған дейін ағылшын тіліндегі 12 шақты салған болатынмын. Жаңағы present simple, past continuous деген сияқты. Жалпы ағылшын тілі 12 шақтан тұрады. Бұл 12 шақ ағылшын тілінің 70%. Сіз осы 12 шақты толық меңгерсеңіз, түсінсеңіз, ол бір-ақ күнде үйренетін нәрсе емес. Осы present simple'ды бір апта бойы қарап жүріңіз. Солай өзіңіз сөйлем құрап үйреніңіз. Сол кезде сіздің алған біліміңіз жаны бар, сізге қызмет ететіндей білім болады. Сіздермен бүгін толықтай таныстым деп ойлаймын. Алдағы уақытта сіздерге дайын видео сабақтар дайындап отырамын. Бұл жердегі менің мақсатым алған білімімді шыңдау, адамдарға бөлісу, сонымен бірге өзімнің біліктілігімді арттыру. Көп адамдардан сұраймын. Мен мектепте 11 жыл оқыдым, 4 жыл универде оқыдым, бірақ ағылшын тілінен сабақ бере алмаймын, өз ойымды жеткізе алмаймын. Мына тақырыпты үйренсем, мына тақырыпты ұмытып қаламын дейді. Осындай жағдай болмас үшін мен көбірек практика жасау мақсатында және басқа адамдарға жаңа деңгейді, жаңа білімді игеру үшін қандай дағдыларды істеу керектігін айту мақсатында бүгінгі видеомды түсіріп отырмын. Алдағы уақытта бірге болайық, жаңа дағдыны үйреніңіздер. Мейлі жасыңыз қанша болса да жаңа білім алыңыз, деңгейіңізді арттырыңыз, тоқтап қалмаңыз. Себебі мен мектеп бітірдім, универ бітірдім. Осы мектептегі жұмысым, жаңағы дәрігер болсаңыз, емханадағы жұмысым, полицей болсаңыз, өзіңіздің қызмет орныңыздағы жұмысыңызбен шектеліп қалмаңыз. Жаңадан білім үйреніңіз, соның ішінде тіл үйреніңіз. Тілдің ішінде ағылшын тілін үйреніңіз деп айтқым келеді. Бүгінге осы, сау болыңыз.